Қонақ күткен кезде дастарханға ұсынуға болатын күлшинаның рецептімен бөлісетін боламын. Өте керемет, нәзік болып шығады. Ыдысымызға жылы су, жылы сүт, ертілген сары май, қант, тұз, ашытқымыз салып, жақсылап араластырып, иілегіштен өткізілген ұнымызды екіге бөле отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Өте керемет болып шығады. Енді жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға қойсаңыздар да керемет. енді. Осылай бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Әдемі болып көтеріліп шығатын болады. Қараңыздаршы, менің қамырым қалай күшті болып шыққан. Енді ұнымызды сеуіп, қамырымызды бір илеп аламыз. Қамырымызды бөлшектерге бөліп, осылай таразыға салып, 100-130 граммдай бөліп аламыз да, барлығын ыдысымызға пергаментіне қағазымыз төсеп, домалақ етіп бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырларымыздың барлығын арақашықтығы осындай болуы қажет. Енді ортасынан баса беріңіздер, қаттылау етіп, себебі піскен кезде бұл көтеріледі. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын әсемдеу үшін күнжіт сепкен болатымын. Енді сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Әсіл пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Енді айта алмайым, дәмі енді күшті. Мен бір жасағаннан жоқ болды. Қараңыздар, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаған болса, парақшама тіркеле кетіңіз.